Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте керемет панкейки дайындаймыз. Бір ғана бананнан бірнеше панкейки шығады. Дәмі деген енді өте керемет, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және видеоны толығымен көріп шығыңыздар. Барлық құрамдарын астына жазып қалдырамын. Ең әуелі бананымызды ашып, бөліктерге бөліп, уатып аламыз. Арнайы құралмен ұсақтап аламыз. Енді осы бананымыздың үстіне бір жұмыртқамызды саламыз және қантымызды саламыз. 2 үлкен қасық қант саламыз және шым-шым тұз саламыз. Сұйық май құямыз. Және де сүтімізді жылытып, жылы сүт құямыз. Жақсылап тұрып венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді ұнымызға қамыр қопсытқышымызды қосып, араластырып, үстіне біртіндеп қасықтап салып, венчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Міндетті түрде ұныңызды електен өткізіп дайындап алыңыз. Осылай біртіндеп қосып отырып, араластырамыз. Бұл тағам өте тез дайын болады және шаймен өте жақсы кетеді. Балаларыңызда міндетті түрде дым қалдырмай жеп қоятын болады. Барлығын осылай дайындап болғаннан кейін табамызға кішкене майымызды құямыз. Астын қыздырып, үстіне барлығын салып шығамыз. Осылай бір үлкен қасықтың көлемімен салып шығамыз. Және орташа отта пісіріп аламыз. Міндетті түрде асты орташа отта болу керек. Себебі қатты оттан күйіп кетіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Видеоны толығымен көрген болсаңыздар, маған лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Және қоңыраушаны басыңыз, міндетті түрде келесіде бірінші болып көретін боласыз. Және менің видеоларымызды жіберіп алмай көретін боласыздар. Біздің панкейкіміз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.